Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай дәмді болып шығатын вульпи тортының рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер, Қазақстан шоколады, сары май, ұн, разрыхлитель какао қажет. Нақты мөлшерлерін описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Сосын үстінен шекерімізді салып, миксермен аппақ болғанша миксерлейміз. Бір ыдыста Қазақстан шоколадын және сары майды баяу отта ерітеміз. Жұмыртқа массамызға ыстық шоколадты миксерлей отырып қосамыз. Содан соң ұн, разрыхлитель және какаоны илегіштен өткізіп массамызға қосамыз. Осымен біздің вульпиға арналған қамырымыз дайын. Өте дәмді, күшті қамыр болып шығады. Оны бір пергаментке қалаған диаметріңізді шеңбер етіп сызып аламыз. Бір ожаудан қамырымызды құйып, спатуланың көмегімен осындай тегістейміз. Видеода көрсетілгендей. 180 градус пеште 5-6 минут пісіріп аламыз. Крем үшін бізге салқын клейгей және творожный сыр, сахарная пудра қажет. Ең алдымен творожный сырды лопаткамен езіп біркелкі масса жасап аламыз. Содан соң үстіне сахарная пудрамызды салып, тағы да лопаткамен араластырамыз. Кейін миксермен біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Осындай масса болғаннан кейін сливкиді видеода көрсетілгендей етіп шайқап, творожный сырдың үстінен құямыз. Міндетті түрде барлығы салқын болуы қажет. Осындай плотный, өте дәмді крем шығады. Ол кремді кондитерлік қалташаға осындай вульпидің насадкасына салып аламыз. Тортты поворотный столиктің үстінде жинаған ыңғайлы. Салфеткамыздың үстіне азғантай крем сығып, кожымызды қойып, шарик шығаруды бастаймыз. Видеода көрсетілгендей. Қалған кремді ортасына жағып тегістейміз. Үстінен екінші кожымызды қойып, тура осындай жасаймыз. Соңғы кожымызды қойып, тортты холодильникке 8 сағатқа қалдырамыз.